Оның маған не керегі бар? Бұл өзіне көз салуға, ішкі әлеміне үңілуге шақыратын үн. Тың кеңседе отырып жұмыс істеу, мейірімге толы отбасы ортасында ғұмыр кешу, өзіңді жеңіп, биікке жеткен сәттің ләззатын сезіну бәріміздің көксеген мұраттарымыз. Алайда адам баласы кейде осы армандарға қол созғанымен жетіп бара алмайтындай күй кешеді. Іштегі бұғып жатқан күш пен мүмкіндікті оятар бір тәсіл болса ғой деп күрсінетіміз де рас. Ондай тәсіл бар. Дұрыс әдет қалыптастыру. Алдыңыздағы бұл парақтар сол жолға бастар жеті қарапайым, бірақ қуатты қағиданы алдыңызға жайып салады. Кітапта келтірілген ойлы кеңес пен өмірден алынған мысалдар күнделікті тірлікті тәртіпке келтіріп, табысқа жетелейтін тіршіліктің үлгісін ұсынады. Келесі беттерден сіз мынаны ұғасыз. Қарым-қатынас неге футбол ойынына ұқсамайды? Неге кейде өзінің жаназана көз жүгіртіп, өмірінді бағамдау керек? Және не себепті балтанның жүзін әрдайым өткір ұстау керек?